негізі не деп ойлаймын. Бірақ адамның өмір сүру үшін тамақ, ұйқы керек секілді. Бірақ аң үшін де солай. Бірақ біз адамбыз. Сол үшін біздің негізіміз, тегіміз қажет. Сол үшін өзіміз болайық. Тарихымызды, ұлтымызды құрметтейік. Ұлттық құндылықтар бұл біздің өткеніміз емес, болашағымыздың да негізі. Әже, бұл не деп аталады? Маған түсіндіріп айтып бересіз бе? Бұл деген қызым киіз үй, мына киіз үйдің бір құралы. Ол басқұр деп аталады, бау деп аталады. Қазір мен тоқып отырғаным бау. Бұл өрмек, теру өрмек. Теру міне, ағашпенен теру арқылы осылай біз бетіне өрнегін шығарып тоқып отырамыз. Мына өрмекті ішінің сәндік бұйымдары ретінде, байлайтын бау ретінде, төсейтін төсемеш ретінде осылай құрып, қойдың жүнін иіріп, бояп, осылай өрмек құрып тоқиды. Әже, сіз не тоқып жатырсыз? Маған да үйретіңізші. Мынау менің немереме шұлық тоқып жатырмын. Бұны енді қыстың мезгілінде киюге ғой, енді аяғы тоңбасын деп тоқып жатқаным. Мына жіпте, ақ жіптен, түйенің, мынау ешкінің жүніне тоқылған жіп, аяғы жылы болсын деп тоқып жатырғаным. Мынаны былай етіп, мына жерден бүйтіп шығарып жатырсың. Үйрендің бе? Міне. Қойымыздың жүнін жуамыз, иіреміз, сабаймыз, иіреміз, шабақтаймыз. Оны сөйтіп болғасын бояймыз. Бояп тұрып, мынандай алаша тоқимыз, иіріп болғасын алаша тоқимыз бұны. Өрмек құрамыз, өрмек құрып, бәрін өз қолдан жасаған ата-бабамыз сөйткен.